Сәлем баршаңызға. Бүгін біз балаларда жиі кездесетін іш қату туралы айтатын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге пайдалы ақпарат болсын. Іш қату бұл жиі кездесетін ішек қызметінің бұзылысы. Егер баламыздың іші қатып жатса, ол біз үшін, ата-ана үшін үлкен уайым болып жатады. Ал егер баламыз үлкен дәретке бара жатса, кәдімгідей қуанып жатамыз. Ал енді не үшін баламыздың іші қатады? Біз нені дұрыс істемедік? Сол туралы айтатын боламыз. Қалыпты жағдайда 6 айға дейінгі балалар тәулігіне 10 реттен, тіпті кейде 4-5 күнге дейін бір-ақ рет қалыпты жағдайда үлкен дәретке баруы мүмкін. Мысалы, біздің баламыз 4-5 күн бойы үлкен дәретке бармады. Бірақ ол өзін жақсы сезінеді, іші ауырмайды, бала жыламайды, балада бәрі жақсы. Бұндай жағдайда біз көбіне ойлаймыз, баланың іші қатып қалды ма деп. Не үшін бұл үлкен дәретке бармай жатыр деп. Бұл қалыпты ата-аналар. Соны ұмытпаймыз, бұл қалыпты жағдай. 6 айға дейінгі нәрестеңіз 4-5 күн бойы үлкен дәретке бармаса, оған свет жасап, клизма жасап, баланы қинауға болмайды. Ал 6 айдан бастап 3 жасқа дейінгі балада үлкен дәретке бару нормасы аптасына 6 ретке дейін норма болып табылады. Біз балада іш қату деп қашан айтамыз? Бала үлкен дәретке сирек барып жатса, бала күшеніп, қиналып жатса, балада дискомфорт сезімі, іші ауырып, іші кебу болатын болса, және баланың үлкен дәреті қатты, тығыз, құрғақ болатын болса, кейде құмалақ тәріздес болып жатады. Осындай болатын болса, және бала үлкен дәретке барған кезде қиналып, жылайтын болса, біз балада іш қатып жатыр деп айта аламыз. Жалпы іш қатудың көп себептер бар. Соның ең жиі және ең біріншісі бұл алиментарлы дейді, яғни тамақтанудың дұрыс болмауынан. Тамақтың рационында белок пен майдың көп болуы, сүтті тағамдар, нан, мысалы, ұн тағамдарын көп пайдалануынан, судың аз болуынан рационда. Ал емізетін ана болса, бұл анасының дұрыс тамақтанбауынан, анасының суды аз ішуінен, анасының осындай белок пен майдан тұратын тағамдарды жиі пайдалануынан болады. Және екінші бұл психикалық дейді. Бұл бала садикке барған кезде болады. Көбінесе бала қоршаған ортаға адаптация болмайды балаға. Бала үлкен дәретке барам деп айтуға қысылады, ұялады. Сол кезде болуы мүмкін. Және баланы горшокқа үйрету кезінде ерте үйретіп қойған жағдайда балада горшокқа деген қорқыныш пайда болады. Сол кезде ол үлкен дәретке баруға қорқып қалады. Содан балада іш қату пайда болады. Және тағы бір себебі бұл уақытша дейді, өтпелі дейді. Яғни бір қандайда бір дәрі-дәрмек қабылдаған кезде солардың жанама әсер ретінде балада іш қату пайда болуы мүмкін. Енді баламыздың іші қатып жатыр. Біз оған қалай көмектесеміз? Сол туралы айтайық. Бірінші, ол міндетті түрде педиатрға барып баланы көрсету. Сосын 3 жасқа дейінгі балаларға дифалак жақсы көмектесіп жатады іш қату кезінде. Бірақ біз өзіміз ең бірінші бұл баланың тамағының рационын, тамақтануын дұрыстауымыз керек. Балаға күнделікті суды көбірек ішкізуіміз керек. Ол сок емес, қандай да бір шырын емес, кәдімгі таза табиғи су. Таза су. Осыны біз балаға көбірек беруіміз керек. Ал емізетін ана болса, ол әрине анасының ішкені жақсы. Және клетчатканы қосамыз баланың тамақтануына. Клетчатка бұл көкөністер. Балаға мысалы брокколи беріңіз. Ал емізетін ана болса, мысалы айтып жатады, ол баланың ішін ауыртады деп. Жоқ, керісінше бұларда микроэлемент, витамин көп болғандықтан аз-аздан болса да қабылдаған дұрыс. Және де баланың ішіне массаж жасап көмектесеңіз болады. Осының бәрі баланың іш қату кезінде жақсы көмек болады. Видео пайдалы болды деген сенімдемін. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет.